Қара металлургия өнеркәсібі деп темір, хром, марганец сияқты ауыр металдардың рудасын өндіруден бастап өңдеп, болат, шойын, прокат, труба сияқты дайын өнім алуға дейінгі процесті айтамыз. Дүние жүзіндегі қазіргі ауыр өнеркәсіп салаларының ішіндегі қара металлургия ең ежелгісі. Қазіргі таңда қара металлургиясыз адам өмірін елестету қиын. Бұл сала кішкентай бұлттардан бастап көлік, ұшақ, тіпті ғарыш кемелерін жасауға да қатысы бар. Көптеген зауыттардың басты шикізат көзі қара металлургия өнімдері. Қара металлургия Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғыстан соң дами бастады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңдері әртүрлі зауыттар ашылып, Қазақстан экономикасы үшін маңызды саланың негізі қаланды. Қара металлургия кәсіпорындары Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе, Жезқазған және Павлодар аймақтарында жақсы дамыған. Бұл аймақтарда пайдалы қазба кен орындары және су энергетикалық ресурстардың таралуы өндірісті дамытуға әсер етуші маңызды факторлардың бірі. Қазақстан қара металлургиясының ең басты шикізаты байлығы мен болашағы темір кендері. Темір кендерінің қоры бойынша еліміз әлемде 8-ші орын алады, ал ТМД елдерінде Ресей мен Украинадан кейін 3-ші орында жайғасады. Кен орындары негізінен Торғай өңірінде, Қостанай облысында орналасқан. Онда зерттелген темір кендерінің 85% шоғырланған. Елімізде темір кендерінің 12 кен орны қолданылады. Олардың ең ірілері Қостанай облысында Соколов, Сарыбай, Лисаков, Қашар, Қоржынкөл және орталық Қазақстандағы Атасу кен орнында шоғырланған. Елді темір кенінің саласы 100 жылдан астам мерзімге қормен қамтамасыз етеді. Қашар және Соколов, Сарыбай кен орындары ерекше маңызға ие. Сарыбай темір кенін 1948 жылы ұшқыш Михаил Сургуданов ашқан. Сарыбай шатқалының үстінен ұшып бара жатқанда тұспағдар тілінің бұрылғанын байқайды. Кен геологтар мен географтар ірі кен орнын анықтайды. Бұл кен орындарының сапасы жоғары және 50-60% таза темірден тұрады. Сондықтан нарықта қымбат бағада сатылады. Бұл қымбат кеннің шамамен 70% экспортталып кетеді. Марганец. Орталық Қазақстан темір марганец кендерінің күрделі кен орындарымен танымал. Олардың негізгі қорлары Атасу және Ұлытау кен аудандарында шоғырланған. 1940 жылы Жезді кен орындары марганец кенін өндіру ұйымдастырылып, жұмысшылар тартылады. Қазіргі уақытта өңір марганец кендерінің зерттелген қоры бойынша әлемде 3-ші, ал ТМД елдері арасында 2-ші орында. Оның ірі кен орындары Батыс Қаражал, Ұшқатын және тағы басқа кен орындары өндіруші кәсіпорындары қорымен шамамен 50 жылға дейін қамтамасыз етеді. Хром. Хром мен никель кен орындарының басым бөлігі Мұғалжар тауларында кездеседі. Хромит кен орындары Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында табылған. Қазақстан хромит кендерін өндіру және жыл сайынғы қорлары бойынша әлемде 2-ші орында. Бұл кендері тот баспайтын болатты балқытудың маңызды құрамдас бөлігі. ТМД елдеріндегі хромиттердің 97% Қазақстанда өндіріледі және 40-тан астам елге экспортталады. Ірі кен орындарына кемпірсай және дөң жатады. Қара металлургияның негізгі өнімі болат пен шойын. Екеуі де темір мен көміртектің қоспасынан дайындалады. Болатта көміртек шойыннан қарағанда азырақ. Одан бөлек бұл қорытпаларды никель мен хром марганец сияқты басқа металдар жасалынады. Шойынды үлкен домна пештерінде алса, болатты электр пештерінде балқытып алады. Болаттан дайын өнім прокат алынады. Бұл өнім басқа зауыттарға шикізат ретінде пайдаланылады. Қазақстан аумағында қара металлургия шикізатын өңдейтін біршама зауыттар мен компаниялар бар. Солардың ең ірісі Қарағанды металлургиялық комбинаты, яғни Теміртау. Зауыттан шойын, болат, кокс, прокат сияқты өнімдер алынады. Бұл зауыт Арселор металл компаниясының тиесілі. Бұл компания қара металлургия өнеркәсібінің басты инвесторларының бірі. Бұл өнеркәсіп түріне компания шамамен $1,5 миллиард астам инвестиция құйған. Компанияның штаб пәтері Люксембург қаласында орналасқан. Бүкіл темір нарығының 10%-ын иелейді. Лакшми Металл компания директоры. Компания құны $100 миллиард бағаланады. Сонымен қатар EDD Corporation ферроқорытпа және электрометаллургиялық зауыт Қарағанды облысында орналасқан. Олар екібастұз көмірін пайдаланатын толық циклді комбинат жұмыс істейді. Зауыт шойын, болат, рельстер, темір және тот баспайтын болаттан жасалған құбырлар шығарады. Өнеркәсіптік өнімдерден келетін пайданың 12,5% қара металлургия болып табылады. Статистика бойынша елімізде 23 миллион тонна темір кені өндіріліп, 4 миллион тонна болат пен 3 миллион тонна шойын өндіріледі. Қазақстандағы қара металлургия ел экономикасы үшін үлкен маңызға ие. Жұмыс орындарын құрып, инвестициялар тартады. Бұл экспорт үшін де маңызды, өйткені Қазақстан өңіріндегі болаттың ірі экспорттаушысы болып табылады.